Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, оқырмандарым. Бүгінгі болатын өсиет Фазил қаридің өсиеттерінен садақа беру жайлы өсиет болады. Бұдан да қызықты, бұдан да әдемі өсиеттерді, уағыздарды тыңдау үшін менің каналыма тіркеліп, подписация етіп, лайк және комментарий жазып қоюды ұмытпаңыздар. Фазил қари өсиеттері. Садақа беру бәлені қайтарады. Ежелде бір патша өте ауыр дертке шалдығады. Жүрегін бір тышқан ойып жегендей бір нәрсе жейтін еді. Бұл ауру еш қоймайтын еді. Патша уәзіріне: "Бұл не жағдай? Иран мен Тұранның барлық емшілер келіп бұл жүрек соғуды, бұл ауруды емдей алмаса." "Патшам, тағы бір емші келіп тұр алдыңызға кірмекші. Мүмкін содан емі тауылып жазылып кетсеңіз, дәрісі дертіңізге ем болар. Шақырыңдар кірсін мейлі." Емші сәлем беріп кірді. "Патшам, сіздің бұл дертіңізге әдемі, бойы келбеті келіскен 17-18 жасар жігіттің қаны керек. Сол қанды ішсеңіз, дертіңізге ем болады. Жазыласыз", дейді. Өзім патша болсам, бүкіл бір мемлекеттің иесі болсам, табу оңай ғой, ал табыңдар", деді. Емші айтты: "Мен өзім көрсетуім керек, қандай жігіт керек екенін", деді. "Жарайды, ал уәзірмен бүкіл елді аралаңдар", деді. Уәзірмен бірге мемлекетті аралап, жігіт іздейді. Бір егіншінің жалғыз ұлын "Міне осы жігіт" деп көрсетеді. Жігітті әкелді, әке-шешесінде қосып, патшаның құзырына жеткізді. Патша айтты: "Әке-шешенің алдына бір себеттен алтын қойыңдар", деді. Әкенің алдына бір себет, анасының алдына бір себет алтынды қойып: "Ұлдарың маған керек, бересіңдер ма?" деді. Өзін жоғалтып сасқып қалған әке-шеше: "Бір ұл екен ғой, патшам. 1000 ұлымыз болғанда сізге беретін едік", дейді. "Жарайды", деп патша ырза болып, әке-шешесін үйіне жеткізіңдер, алтындармен қосып, дейді. Сөйтіп, ол қазыға жүзделеді. "Қазы, мен бұл жігітті сойып, қан ішсем бола ма екен? Дінге тура келе ме екен?" дейді. "Патшам, пәтуа дайын. Патша өз денсаулығы үшін бір азаматтың қанын ішсе, рұқсат, тура келеді." Әке-шеше көнді. Имамның пәтуасы дайын. Емші көрсеткендей баланы сойып қан ішемін, деді. Сонда жігіт аспанға қарап күліп тұрды. Бұны көрген патша: неге күлесің, жігіт?" деді. "Патшам, адамның басына дерт келсе, кімге бірінші айтады?" Әке-шешесіне. "Әке-шешем қазір ғана мені сатып кетті. Содан кейін дертін кімге айтады? Қазыға барып айту керек. Ол да пәтуасын дайын қып берді. Тағы кімге айтады? Патшасына айтады. Ал патшам менің қанымды ішуге дайын отыр. Уа жаратқан Аллам, жалғыздың серігі өзіммін дегенсің. Міне, бүгін жалғыз болдым. Өзің серік бол", деп Аллаға қарап жалбарынады. "Соған қарап күліп жатырмын", дейді. 70 жасқа келген кәрі шал сондай иманды жігіттің қанын ішіп, қанша өмір сүретін еді дейсің? Кештім мұндай емнен, берген алтындарыма ырзамын, жанымның садағасы кетсін." Сонда патша жүрегінің ауырмай, шаншымай жатқанын сезді. Ұрып та көрді, соғып та көрді, сырқат жоқ. "Уа Алла, Тәңірім, ауру жоқ болды ғой", деді патша қуанып. Сонда емші күліп: "Патшам, негізгі ауруыңыз аласыз, бірақ бермейсіз. Садақаны беруді білмейсіз.
екіншісі, не келген болса да Алладан деп батылдық жасамайтын едіңіз. Аурудың себебі сол еді. Қазір жаныңызға садақа жасадыңыз және мәрттік жасап, жігітті өлтіруден бас тарттыңыз. Кешірдіңіз. Бұл екі нәрсе Аллаға ұнап, дертіңізге өзі шипа берді. Жігіттің Аллаға жасаған жалбарынуы Алла өзі әдемі етіп жігітті сақтады. Адамдарға сыйынады, адамдарды аяқтарына құлап жалынады. Иелер естен шығады. Аллах дұшпанды дос ететін, жоқ жерден ризық беретін, әке-шешеңнен де мейірімді Алладан қашасын. Алла деп қант жейді, адам деп тас жейді. Жігіттің Аллаға жалбарынуы өмірінде садақа бермеген патшаны садақа жасайтын мәрт етіп жіберді. Садақа 1000 бәлені қайтарады. Садақа беруді ұмытпайық.